Сәлем достар, сіздермен Гүлайым. Бүгін мен сіздерге Аңқау арыстан атты ертегіні оқып бермекшімін. Достар, менің каналым ұнаса, лайк басып, тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қу түлкі бір күні ауырып жатқан арыстанға кез болады. Оның көңілін сұрайды. Арыстан аға, мен саған бір ем айтайын, дейді. Айта ғой, ол қандай ем, деп сұрайды арыстан. Есектің миын жесең, әп-сәтте жазыласың. Ал есекті қайдан табамын? Оны мен тауып әкелейін. Тек мен есекті алып келгенде, сен өлген болып жат, дейді түлкі. Есекті бір өзі жайратып салуға әлі келмейтінін білген түлкі ежелгі қулығына басады. Сөйтіп ол ауыл шетінде жайылып жүрген бір есекке кездеседі. Оның қал жағдайын сұрайды. Есек өзінің ауыр азап шегіп, титықтап өлер болғанын айтады. Түлкіге мұңын шағады. Осыдан құтылудың амалын тауып берші, деп жалынады. Өзі де осыны тілеп тұрған түлкі есекке: мен сені жері отты, суы мол, оңаша бір шабындыққа ертіп барайын. Сонда жүріп еркіңше сайраңда, дейді. Бұған қуанып кеткен есек түлкінің соңынан ереді. Түлкі оны тұп-тура өтірік өліп жатқан арыстанға алып келеді. Есек көк шалғынға енді тойына бергенде, арыстан оған тұра ұмтылып өлтіре салады. Сол кезде түлкі: ей арыстан аға, есектің миын жемес бұрын өзің көлге барып шомылып кел, дейді. Әйтпесе ем қонбайды. Арыстан көлге шомылуға кетеді. Арыстан келгенше түлкі есектің шекесін теседі, миын сорып түгел жеп қояды. Содан арыстан келіп, есектің басын қақ айырса, есектің миынан жұғын да жоқ екенін көреді. Ол жалма-жан түлкіге қарап: әй, мынаның миы қайда? Деп айқай салады. Арыстан ағау, сонша аңқау ма едің? Дейді оған түлкі. Бұл есекте ми болса, сенің алдыңа өзі келіп жайылар ма еді? Ал арыстан өз-өзіне аң-таң болып қала береді.